Сәлеметсіздер ме ұстаздар? Бүгінгі видеода WhatsApp опрос арқылы онлайн кері байланысты қалай алу керектігін көрсетемін. Бұл кері байланыста кім қайсы вариантты таңдады, қайсыған жауап берді бірден көруге болады. Ол үшін алдын ала сыныппен ортақ чат болу керек. Чатқа кіргенде төменде сол жақта орналасқан плюс батырмасын басамыз. Сонда бізде опрос деген жазу шығады. Опросты басқан соң ең бірінші вопрос, мына жерге сұрақты жазасыз. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Осы сұраққа жауап беруге арналған оқушыларға варианттар жазамыз. Біріншіге иә, өте жақсы түсіндім деп смайликпен қосып жазып қояйық. Екіншіге түсіндім, тағы да сұрақтарым бар деп жазайық. Үшінші қатарға түсінбедім немесе түсініксіз болды деп жазуға болады. Кері байланыста қойылатын сұрақ пен оған оқушылардың беретін жауабын өз қалауыңызша жаза бересіз. Міне мен кері байланысқа 3 жауап жаздым. Қажеттілігіңізге қарай 2 жауап, 4 жауап жазуға да болады. Ендігі кезекте төменде орналасқан отправить батырмасын басамыз. Мінекей опрос осылай жіберіледі. Оны телефонмен де, интерактивті тақтамен де орындауға болады. Әр оқушы осы опростан өз жауабын таңдап белгілейді. Қай жауапқа неше оқушы дауыс берді және қай оқушы қайсыған жауап бергенін анық көруге де болады. Оны опростың астында тұрған показать голоса батырмасын басып ашып көреміз. Мінекей кері байланысқа арналған опросымыз дайын, сабақта қолданып көріңіздер. Осындай ақпараттарды үнемі көріп жүру үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Ақпарат пайдалы болса, лайк және пікір қалдырып кетіңіз.